Сәлем баршаңызға. Бүгін біз осындай творожный пирог дайындаймыз, яғни сүзбелі пирог. Жасалу жолы оңай, сол себепті міндетті түрде қайталап көріңіздер. Бізге қажетті 500 грамм сүзбе және менде қант пудрасы. Ал егерде қант пудрасы емес қант болса, қантты қолдансаңыз болады. Ол 150 грамм және ваниль. 3 жұмыртқа және барлығын блендермен жақсылап өткіземін. Блендер болмаған жағдайда қасықпен араластырып, сүзгіштен өткізсеңіз болады. Сонда осындай сұйықтыққа келеді. Келесі қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін 120 грамм сары май және аз ғана тұз, 50 грамм қантты жақсылап араластырамыз. Сары май өте жұмсақ болуы қажет. Одан кейін бір жұмыртқа қосамын, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің үйде кокосовый стружки жақсы көргендіктен мен кокос және кунжут қостым. Сіздерде болмаған жағдайда қосу міндетті емес. Және келесі 200 грамм ұн және кіші ас қасықпен қопсытқыш, яғни разрыхлитель. Барлығын жақсылап араластырамыз, қамырды дайындаймыз. Қолмен елеген ыңғайлы болса, әрине қолмен елегеніңіз дұрыс. Міне қамыр осындай болып шығады, қолға жабыспайды. Менің формам осындай тік төртбұрышты. Сіздерде дөңгелек форма болса, 22 сантиметрлі формаға жақсы келеді. Енді оның үстіне осы құйманы саламыз. Одан кейін кез келген жеміс жидекті болмаса, осындай мен секілді варенье қолдансаңыз болады. Өте әдемі көрінеді және дәмі де ерекше шығады. Әрине ештеңе жоқ болса, қолданбасаңыз да творогпен, сүзбемен пирог өте дәмді шығады. Пирогты 140 градуста 1 сағатқа салып қоямын. 1 сағатта міне осындай болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әрине комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Астарыңыз дәмді болсын.